Сәлем баршаңызға. Есімім Назира. Бүгін мен сіздерге шек қарнынан жасалатын ыстық салаттың түрін пісіріп көрсетемін. Шек қарынды негізі көп адамдар жақсы көре бермейді, бірақ бұның пайдасы өте зор. Иммунитетті көтереді, витаминдерге өте бай болып келеді. Бұл салатты дайындау үшін мен ең алдымен шек қарнымды жуып тазалап, кастрөлге салып, қайнатып пісіріп алдым. Шек қарын қайнап пісіп жатқанда керекті көкөністерімді турап дайындап аламын. Мен шек қарным 1,5 сағатта пісіп дайын болды. Жас малдың еті болғандықтан. Видеомды соңына дейін қарап, парақшама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сәбізді үккіштен өткізіп осылай турап аламын. Пиязды да майда қылмай, ірілеу болып турап. Тәтті бұрыш, чеснок. Енді шек қарнымды тураймын. Осылай видеодағыдай тураңыздар. Қарнды да осылай саламға етіп турайып. Қызып тұрған кастрөлге сұйық майымды құйып, ең алдымен пиязды қуырып аламын. Мен каналымның дамуына көмектеріңіз тигізгілеріңіз келсе, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Ой пікірлеріңізді комментарийде қалдырсаңыздар болады. Және үстіне сәбізді салып қуырып аламын. Чеснок, тәтті бұрыш. Бәрін араластырып қуырып аламын. Бұл салаттың дайын болуына ары кетсе көп дегенде 7-8 минут қана кетеді. Тек қана пісіп дайын тұрған шек қарындарыңыз болса болғаны. Үстіне шек қарынды салып, дәміне қарай қара бұрыш, тұз сеуіп, араластырып 3-4 минут қуырып аламын. Мен бұл салатқа дәмдеуіштер қоспаймын. Өйткені дәмдеуішсіз-ақ бұл салаттың дәмі өте керемет дәмділеп шығады. Салатым дайын болды. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Парақшамда келесі кездескенше аман есен болайық. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.